Салем достар, сіздердің алдарыңызда жаңа пирог. Қарақат вареньесін қолдандым начинкасына, сондай воздушный болып шықты. Алдымен жылы сүтімізге дрожжимізді, қантымызды салып, жақсылап аластырамыз. Оған жарты ұнымызды салып, жақсылап аластырып қоямыз. Енді жұмыртқаның сарысына қантымызды салып, сары майымызды құйып аластырамыз. Ертілген сары майымызды құйып аластырамыз. Дайындап қойған тестоның үстіне құямыз. Жақсылап тұрып аластырамыз. Біркелкі қылып жарты қалған ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай тесті жасаймыз. Оны жылы жерге 2 сағаттай қойып қоямыз. Көтерілу керек. Қарақат вареньесін дайындаймыз. Қантымызды салып, крахмалды қосамыз. Енді соны жақсылап аластырып, суытып қоямыз. Енді тестамызды дайындаймыз. Тестамызды 2-ге бөлеміз. Бірінші тестамызды противнге жететіндей қылып бөліп аламыз. Противнге алдымен пергамент бумагасын қойып, ішіне тестамызды саламыз. Тестаның бетіне біркелкі қылып қойып аламыз. Тестаның бетіне қарақат вареньесін салып, алдын ала дайындап қойған шетіне әдемі жасап қойған немізді қоямыз шетіне. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп аламыз. Рахмет, ас болсын.